Қызым 4 сабақтан шығып, үйге жылап келді. Мама, полиция ағайлар шақыршы, бір бала маған тиісті. Көрші мына жерім қанаған жоқ па, ауырып жатыр мама, полиция ағайлар шақыршы деп, осы шыңғырып жылады. Мен ол сөзін түсінген жоқ. Қызым не деп жатсың, жыламай айтшы, тоқташы дедім. Сол кезде барып өзі былай тұрды да сұрады, мама шалбарым шешші, көрші қанап отқан жоқ па, ауырып жатыр, жаман бала тиісті маған деді. Зәрем қалмады, күйеуіме звондадым. Өзі сағат 12-ден 21-ге кеттім күйеуіме. Сен қош тез келші, қызымызға біреу тиісіпті, жолда өтіп бара жатса ұстап алайықшы дедім. Мен ойымда ештеңе жоқ қой. Қызым алып жүрші, папа келатыр, сыртқа шығайық дедім. Аяқ киім киді, сыртқы есікке келген кезде бармаймын мама, бармаймын, жаман бала жолда тұр, мен ұстап алады, өлтірем деп қорқытқан мені деді. Папаң келатыр, жүрші дедім. Ол жүрме тұсын көтеріп алдым. Көрсетесің ғой, сен танисың ғой деп. Енді күйеуім келді жұмыстан тез. Жолдың бәрі үлкен, жолдың екі беті де жыңғыл. Біз ойладық ана бір мас жүрген шығар деп. Ана бір оқушы кетіп баратыр, жүрші, соны тоқтатып сұрайықшы, көрмеп па деп еді. Жақындаған кезде бұрылып, ана осағай бармаймын деп машинаның ішінде аласырып шыңғырып жылады. Сосын ары қарай ұстап, сен қызымызға тиіспісің ғой деп еді. Мен көрген жоқпын, мен ауырып келатырмын деп мойындамаған, бірақ кейіннен уже екінші досын әкеліп, сол кезде мен әшейін тиістім, әшейін ұрдым деп айтты ол бала. Өзі қызымыздың психологиясына қатты әсер етіп, түнімен шошып оянды. Сондай жағдайлар болып жатыр. Бұл отбасында болған жағдайдан Отырар ауданының полиция бөлімі, білім бөлім басшылары, аудандық әкімдіктер бәрі хабардар, бірақ мына істің баяу жүріп жатыр, тым баяу жүріп жатыр. Осы істе әділдік талап етеміз. Істі бақылауға алып, оң шешім шығарса дейміз. Біз соңына дейін үміттендік. Мен қызымды қорғайтын заң бар. Бірақ заңымыз бұндай әлсіз болады деп ойламадық. Қызымды алып Түркістан қаласындағы гинекологқа көрсеттік. Ол жерде гинеколог папитка болған, бірақ қыздығы аман деді. Біз оған да шүкір дедік. Енді соны солай жазып беріңіз десек, біз эксперттердің тірлігіне араласа алмаймыз деді. Ол жерден 102 шақырып, қылмыстық іс қозғады. Тастағалы бері ешқандай іс жүріп жатқан жоқ. Біз өзіміз тергеушіге звондадық, екінші күні сараптама тағайындайын деген кәні десек, біз бір мал ұрлығы болып жатыр еді, қолым тимей жатырды. Біздің істі уже сол екінші күні-ақ істегісі келмей отыр ғой. Осы әділдік болады деп осы уақытқа дейін күттік. Жоқ, істің бәрі бұрмаланып жатыр. Ешқандай қамалған жоқ ол бала. Емін еркін ауылда